Ақыл, ғылым, бақыт үшеуі ақиқаттың алдына келіп сарапқа түседі. Ақиқат әрқайсысына жеке-жеке тоқтап, мынадай баға беріпті. Ей бақыт, сен тұрақсызсың, орныңды таңдай білмейсің. Басына қонған жанның көзіне шел, көңіліне желік бітіресің. Күндердің күнде лақтырып тастап кетесің. Ақылмен тізе қос, сонда көп жасайсың. Ей ғылым, дүниеде жаратылысы сенен күшті не бар? Қажет болса, қара тасты қайнатасың, сақауды сайратасың. Жоқтан бар, бардан жоқ жасайсың. 18 000 ғаламды билеп төстеуді көздеп, адамзатты кейде түзік, кейде бұзық жолға саласың. Асылы, абырой алғың келсе, ақылдың етегінен ұста. Ей ақыл, патшаға да, пендеге де өзіңнен артық дос жоқ. Бір кемшілігің, ашу үстіңе кіріп келгенде, орныңды беріп шығасың да кетесің. Кейін ашудың бүлдіргенін жамап жасқаймын деп, тағы әлекке түсесің. Әуелден отбасында кірпік қақпай отыратыныңды білсе, ашу сенің үстіңе кірмеген болар еді. Менің тілек батам, ақыл, сен адам бол, ғылым, сен ат бол, бақыт, сен қамшы бол. Үшеуің біріксең, ешбір мұң-мұқтаждарың болмас деген екен.